Бүгін Таразда қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты актив жиыны өтті. Жолдауда көрсетілген мақсат міндеттерді іске асыруға бағытталған алқалы отырыста өңір басшысы стратегиялық құжаттың маңыздылығына ерекше тоқталды. Сондай-ақ келер жылдың 1 қаңтарынан бастап өңірдегі 101 мыңға жуық қызметкердің ең төменгі жалақысын 28 мыңнан 42 мың теңгеге дейін өсіру үшін облыстық бюджеттің кірістері мен шығыстары қайта қаралатынын жеткізді. Келелі кеңеске жиылған кәсіпкерлер мемлекет басшысы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының мерзімін 2025 жылға дейін ұзартуды тапсырғанына дән риза. Жамбыл облысында келесі жылға осы мақсатта жоспарланған 1,2 миллиард теңге 2 есеге ұлғайтылады. Демек, мыңдаған жаңа жұмыс орындары мен жаңа кәсіпкерлік нысандарының ашылуына зор мүмкіндік. Технологияны біз жаңартуымыз керек, егіс көлемін арттыртып, өнімді мол алып, бәсекеге қабілетті болуымыз үшін осындай жолдаулар, осындай бір күш бізге керек болып тұрады. Мына сол күшті біз тыңдадық, естідік, қабылдадық. Бұл жолдау бір ғана біз емес, ауылдың өздері, ауылдың өзі, тұрғындардың өздері талдап жатыр. Көп нәрсені күтіп отырмыз енді. Сол жолдаудағы айтылғанның бәрі орындалатын болатын болса, біздің әл-ауқатымыз, тұрмыс тіршілігіміз үлкейеді, көбейеді деп отырмыз енді.